Суды іше алмайтын болсаңыз, осы видеоны аяғына дейін тыңдаңыз. Кім су ішпейді, сол өз-өзін уландырады. Суды ішкім келмейді дейді. Мен айтамын, неге? Просто ішкім келмейді дейді. Көп пациенттердің осы ғой проблемасы. Алмаған адамды емдеу үшін оны суды ішкіздіру керек. Себебі 80% бүкіл ағзаның процестері сумен өтеді. Су ішпегендіктен су ішкім келмейді. Су ішпегеннен сенің ағзаң уланады да, мына шөлдеу сезім басылады. Енді не істейміз? Суды аласың мынандай бутылканы и дробно ұрттап қана ішесің. Күнне 1 литр достаточно. 1-2 апта күнне 1 литр былай ұрттайсың. Каждый 30 минут ұрттау. 2-3 ұрттау болды. Содан кейін все, ашылады. Шөлдеуің де барлығы да ашылады. Содан емделу содан басталады. Жалпы адамға активность сол береді. Мен доктор Макажанова, интегративті акушер-гинеколог. Көбінесе 95%-те операциясыз, антибиотиксіз, гормонсыз емдеймін. Ағзаның өзінің күштерін оятып, осы парақшаға тіркеліп қой. Себебі көп пайдалы нәрсе болады.